Қайырлы күн. Бүгін аурулар психосоматикасы жайында біздің каналымызда түсіндіретін боламыз. Тіс ауруы, остеохондроз, тамақ, жөтел неден болады, сахарный диабет, қант диабетінен және адамның өзін-өзі неге жек көретін шаштың түсуі жайында каналымыздан білетін боласыздар. Тіс ауруы қатты қасарысып жатсаңыз, мысалға болады ғой, жағыңызбен тістеніп жүрсеңіз, кімге тістеніп жүрсе соны ойлаңыз. Жылу деген тісті жылу. Жыламыз деп жатамыз ғой, тісті жылу деген түбі жылу деген сөзінен шыққан, түбірден. Сөздің түбі айтып тұрғанда жұлқыну. Қатты жұлқынып кеткен кезде тісті жылу пайда болады. Және де бір нәрсені шеше алмай жатқан кезде, нерешительность дейді, тұрақсыздық мінезі. Бір нәрсені шеше алмай жатқан кезде тіс ауырады. Және өзіңізге дұрыс наным сенімдерді егу арқылы денсаулықты ақырындап түзеуге болады. Өсек айтқан кезде обычно құрт түседі тіске. Біреуді жамандаған кезде құрт түсе бастайды. Остеохондроз. Остеохондрозды байқасаңыздар, мойын көбіне бүгіліп тұрады. Мойынға жасы келген адамдарды байқасаңыздар, мойыны бүкірейіп, жүрген сайын бүкірейе бастайды. Ол деген остеохондроздың психосоматикасы, бұл мойныңызға біреуге шығарып алған кезде. Бір қандай да бір адамды, күйеуіңізді, әйеліңізді, балаларыңызды деген сияқты шамадан тыс жауапкершілік алып, мойныңызға шығарып алған кезде остеохондроз пайда болады. Остеохондроздың шешімі бұл ойша елестетіңіз, сол адамды кімді шығарып алдыңыз. Бірінші ойыңызға келген адамды қазір ойлап көріңізші. Бірінші мойныңызға кім шықты? Бірінші келген адам, сол адамды аласыз да, ойша елестетіп, мойныңыздан қолмен алып тастаған алыпса, бір қорапқа саласыз да, шырып жүресіз. Орнына Алланың нұры жауып жатыр деп елестетесіз да, мойныңыздан. Сол секундта остеохондроз кетеді. Мойынның ауырғаны, мойынның желкенің тартқаны, бастың ауырғаны, бір тамырдан қысылып тұрғаны, сол уақытта, сол секундта мойнынан алып тастаған кезде сол адамды сразу сол остеохондроздың кеткенін байқайсыз. Тамақ жөтел ауруы. Тамақ ауруы көбіне дәметкеннен пайда болады. Дәметкен өтеген адамды білесіз ғой, тамақ ауырып қалса, дәметіп қалғанда біреу бір нәрсе берем дейді да, айтады, осындай уақытта мынандай берем саған деп, сол уақытта келмейді. Содан кейін ол сол нәрсені жемедім деп дәметіп қалған кезде тамақ ауырып бастайды. Сосын өсек айтқан кезде, біреуді жамандаған кезде байқасаңыздар, ертесіне тамақ жұтқызбай бастайды. Соны кімді жамандадым кеше, есіңізге түсірсеңіз, кімді жамандадым кеше, кімді ғайбаттадым, кімді айттым деп, сол кезде, сол секундта, сол моментально тамақ ауырған кетеді. Жұтқызбай бастайды. Сосын ары қарата жөтел пайда болады. Жөтел деген, мысалға бір мұғалімдер, бір байқауға қатысасыздар, тағы нәрсе өзіңді көрсете алмай қалған кезде жөтел басталады. Өйткені осы әлемге менің бар екенімді дәлелдегім келеді деген кезде жөтел ауруы пайда болады. Жөтел мені байқамадың деген кезде, өзіңді көрсете алмаған кезде жөтелдің психосоматикасы. Сосын бір нәрсе айтам деп айта алмай қалған кезде болады. Қатты біреумен ұрысқан кезде, немесе біреуге бір нәрсе жайлы айтайын деген кезде тамаққа тұрып қалады, келеді, тамаққа тұрып қалады, соны ары қарата айта алмай қалған кезде, шығара алмай қалған кезде зоб ауруыменен бұл ангина, тамақ ауруы пайда болады. Ангина тамақта тұрып қалады, сосын айта алмай шығара алмағаннан кейін уже тамақ деген ісіп бастап, уже ары қарата ангина пайда болады. Ангина ауырған кезде сразу ойлаңыз, не нәрсені айта алмай қалдым, іште ұстап қалдым деген, тамақта тұрып қалды. Сахарный диабет, бұл қант ауруы, өміріңізге тәттілік жетіспеген кезде болады. Сол тәттілікті, сол қантты сол тамақтан алып тұрсыз. Сол қантты жинап алып организмді ұстап тұрсыз, тәттінің бәрінші. Мамаңызға деген қатынаста, например, әке-шешеңізге деген претензияларда бұл денсаулыққа бірінші очередь тиеді. Егер претензия болса, әке-шешеңізге деген реніш болса, өкпе реніштің бәрі бірінші денсаулыққа тиеді. Өйткені мамаға сен
кімді туғансың деп менің бірінші жаңа претензия менің тұқымым жаман деген сияқты. Менің денсаулығым кімді туғансың деп әке-шешеге ренжібуден басталады. Сосын өмірдің тәттілігі, сіз тамақтан алып жатсыз да, любой тамақтағы қант сіздің организміңіздегі сақталып қалып жатады. Тәттіліктің бәрін тек қана организм сақтайды да, біздегі сезімдер бар ғой, біздегі гормондар, эмоциялар, тәтті болмай қалған сезімдерін біз тамақтан аламыз. Өмірге бір тәттілік жетпеген кезде қант диабеті болады. Адам өзін-өзі жек көрген кезде семіреді бірінші, сосын өзін жек көрген кезде ауыра бастайды. Сол махаббатты ала алмағанда аурулар шығады. бойың таза болған кезде қант диабеті кетеді. Шаштың түсуі бұл шаштың түбінің өзі, түп деген сөзден шыққан ғой, түк деген. Түгім жоқ деген кезде. Байқасаңыздар, жасы келген кезде, бір орта жастан асқан кезде шаш түсе бастайды. Өйткені адам уже жасы келе, есейе келген сайын түгім жоқ деп көп арызымыз көбейіп жатады да. Солмайса түгім жоқ деген кезде шаш түсе бастайды. Түк сөзінен шыққан.